Бүгін Тектұрмас ата ордасы. Гүлдерімді көріңіздер ма? Қайттан өңдеу жұмыстар жүріп жатыр оны. Сәмсәгүл апам істеп жатыр. Өзі сұлу, өзі әдемі. Осынша күнім бар екен. Мынаның бәрін жөндеп жатыр. Тәтем естімейді. Білмей-ақ қойсын сізге. 27 тамыз күні біздер Машһүр Жүсіп атаға зияретке бара жатырмыз. Палаубысы келе жатырмын. Құдай асты сол жақта жейміз. Видеоны пісіріп алам ол жаққа. Сосын мына жақта Зәмзәгүл апам. Мені қоймадыңыз ғой түсіріп. Әңгімеңізді Я не айтыңыз. в форме. Айта беріңіз. Міне Гүлмира ханымның үйінде күзгі науқан. Мынаның барлығы, Жемістер. помидордың барлығы бау-бақшадан шыққан. Иә, огородынан шыққан таза өнімді обал болмасын деп Банкаға жауып тастап сықтығын жатырмыз. ұстап осындай нәрсеге Шеберлігін көрсетіп отыр тәтем. әйтеуір кішігірім қайдан тиіп кетсін жалқаша деп обал болмасын деп. Иә, Алла разы болсын. Менің қолым тимей жатыр. Емнен халық келіп, WhatsApp-тан хабарласып, жан-жақтан жұмыс көбейіп кетті. Бісміллә. Алла. Бір үйреніп алсаңыз, шебер болып аласыз ғой. Оп-оңай. Қиындығы жоқ. Ал ісіңізде сәттілік болсын. Жаңа таңертең мына жақтың бәрін жинап, тазалап, шөптерді жұлып, бәрі жақты мынаны мен қоқысты былай өртеп тастаймын. Сыртқа шығармаймын, қоқысым өз үйімде қалады. Мына жақтың бәрін тазалап, қоқысын бәрін ана жерге өртеп, жанып тазаладық. Гүлдерді көрдіңіздер ма? Айнала гүл. Мынаны қараңыздар. Мынау малина, ар жағы шие. Әжетханаға кім Гүлзармен барады айтыңдаршы. Жұмақтың жолы ғой мынау. Жан-жағын бәрі гүл. Былай да гүл, былай да гүл. Құдай қаласа есіктің мына жақ ар жағы есіктің алдына түгелдей үлкен гүл егіп тастаймын есіктің алдына. Ал халайық, бәрі де сіздердің қамдарыңыз үшін. Сырқаттанып қалған, науқастанып қалған, жол байланып қалған, аяқтан жүре алмай қалған, байлау түскен, кісенделіп қалған, көзі көрмейтін дүниелер, шынжырланып қалған адамдардың барлығын осы жерде, осы Тектұрмас ата ордасында барлық жағдайын жасап, емдеп, үйлеріне шығарып салып жатырмыз. Келген кісілер 3 күнге, 4 күнге, 10 күнге, 7 күнге солай келіп кетіп жатыр. Ал келіп емдерін алып кетіп жатыр. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Мынаның барлығы да менің бау-бақшамнан шыққан дүние. Жуып, тазалап осылай. Келіңіздер, төрімде жатыңыздар, емделіңіздер. Қызымның әткеншегі. Мынау қияр. Аман сау болыңыздар. Ісімізді жалғастырайық. Мынаның барлығы. Мен қазір палау басам ошаққа.